Барлығыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге өздеріңіз жасаған презентацияларыңызды қалай видеоға айналдыруға болады, соны көрсеткім келіп отыр. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен өздеріңіз видеоға айналдыратын слайдтарыңызды ашып аласыздар. Осылай дайындап алдын ала барлығын жасап, өздеріңіздің анимацияларыңызды қойып, мәтіндеріңізді кірістіретін барлық объектілеріңізді қойып жасап алғаннан кейін дайын презентацияларыңызды алдымен меню қатарындағы файлға барамыз. Осы жерден сохранить как. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Видео қылып сақтаудың осы сохранить какқа барғаннан кейін қай жерге сақтаймыз осы видеомызды, обзорға барып, кез келген жер, өзіңіздің қалаған жеріңізге барып сақтауларыңызға болады. Таңдап аласыздар. Имя файла деген жерге атын бересіздер. Мен Абай деп қояйын. Сосын тип файла деген жерде, осы жерде бүкіл файлдардың типтері көрсетілген. Егер сіздер видео қылып сақтайтын болсаңыздар, оның типі мына жерде Windows Media Video деп тұр. Осы VMB түрінде, болмаса видео MP4 түрінде таңдап сақтауларыңызға болады. Осы бар болғаны осылай сақтап, сохранить басасыздар. Осы уақытта сіздерге видеоларыңыз дайын болады. Рабочий столда Абай MP4 деген видео дайын болды. Осылай өздеріңіздің дайын видеоларыңызды жасап алуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет, кәделеріңізге жарасын.